Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің Ушинский атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастауыш сынып мұғалімі Абдикаликова Жанар Жәмиқызы. Біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбының негізінде 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен қазыналы қарттың тәлімі атты сабақ. Мақсаты білім алушыларды адалдық пен парасаттылыққа тәрбиелеу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету. Әдебиеттік оқу сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы қазыналы қарттың тәлімі. Аңыз. Сенің білетінің қазыналы қарттың тәлімі аңызының мазмұны. Сенің меңгеретінің мәтін мазмұны бойынша көрнекіліктер қолдану. Аңыздың жанрлық ерекшелігін анықтау. Аңыз, қиял аралас фантастикалық оқиға. Аңыздың негізінде шындыққа жақын, өмірде болған, халық жадында сақталған оқиғалар жатады. Қазыналы қарттың тәлімі аңызы Төле биге байланысты туған. Төле би жайлы білетін боларсыңдар, балалар. Төле би Әлібекұлы 1663-1756 жылдар шамасында өмір сүрген би, шешен. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң ауылында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан құтқаруға атсалысқан қоғам қайраткері. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Қазыналы қарттың тәлімі аңызында Төле бидің балалық кезі суреттеледі. Олай болса, балалар, оқулыққа назар аударайық. Берілген сөйлемдерді оқып, өз ойыңды айт. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Мәтінмен жұмыс жасайық. Төленің жас кезі. Жотада мал бағып жүрсе, анадай жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақсақалды Қоңқа би деген жасы 70-терге келген кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әлібек бидің. Анау уездеп жатқан жылқылар кімдікі? Жыланкөз байдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жыланкөз бай еді. Тапсырмаға жауап берейік. Уездеп жатқан кімнің жылқылары? Жарайсыңдар, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді уездеу ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып топтанып тұруы. Мәтінді әрі қарай жалғастырайын. Олар жүріп келе жатып, сәске түсте көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық, кіші бесінге дейін шетіне жете алмайды. Сонда жолсерік бала: ата, мынау жылқыны қандай байдың жылқысы болды екен? Білесіз бе? Деп сұрайды. Қоңқа би: қарағым, бұл Нысапсыз деген байдың жылқысы, дейді. Нысапсыз деген қандай бай? Нысапсыз осы малды жия білген, жия берген, сол нашарға, кедейге қайырымы жоқ байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады.
кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ойпырмай, ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көздің жауынап жайқала өсіп тұр ғой, дейді бала. Шырағым, бұл қайырсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай ма? Қай ел болады, ата? Тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтарды жауаптарымен сәйкестендір. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Қайырымсыз байға тән әрекетті тап. Дұрыс. Аңыз сюжетін ретімен орналастыр. Дұрыс нұсқаны көріп, өз жұмысымызды тексереміз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Сөйлемдер мен аңыздың жоспар бөлімдерін сәйкестендір. Өте жақсы. Сендер дұрыс жауап бердіңдер деген ниеттемін. Балалар, бұл мәтіннен қандай ғибрат алдыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ұрпағым жаман болсын деп тәрбиелейтін ұлт жоқ. Дегенмен қазақ халқы баланы жастан деп баланы жасынан адалдыққа, шыншылдыққа, әділдікке, ізгілікке тәрбиелеген. Осы орайда Тәуке ханның 7 жарғы заңы туралы мысалын келтірмекпін. Экранға назар аударайық. Балақай, сен Тәуке хан тақта отырған кезең неліктен қой үстіне бозторға жұмыртқалаған заман деп аталғанын білесің бе? 1860 жылы хандық таққа отырған Тәуке, жоңғарлар басып алған қазақтың 32 қаласын азат етіп, ел ішінде 30 жыл тыныштық орнатты. Оның ел билеудегі ерекшелігі беделді тұлғаларды қасына жинап, хан кеңесін, билер кеңесін құруы еді. Осылайша, Тәуке ханның тұсында тұрақты мемлекеттік органдар жұмыс істей бастады. 7 жарғы заңдар жүйесі жазылды. Төле Қазыбек Әйтеке бастаған данагөй билер тура билігімен, әділдігімен қазақ халқының ынтымағын асырды. Жақсы балалар. Ал енді атадан балаға жеткен халқымыздың тәлім тәрбиелік мол мұрасы адалдықты, адамгершілікті, қайырымдылықты, мейірімділікті дәріптейді. Ал бұл тәрбие отбасынан басталып, мектеппен жалғасуда. Рухани адамгершілік тәрбие осылай бірлесіп берілген кезде нәтижелі болмақ. Тәуелсіз еліміздің өз мүддесінен халық мүддесін артық қоятын адал да саналы, отан сүйгіш азаматтарысыңдар. Елімізді өркендетіп, жерімізді көркейтетін адал елдің ұрпағымыз. Бүгінгі сабақта біз кейіпкердің іс-әрекетін бағаладық, салыстырдық, әдеби шығарманың бөліктерін анықтадық, адалдық пен парасаттылық мәдениетін меңгердік. Сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін үлкен рахметімді айтамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.